Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі негізгі видеоға шығып отырған себебіміз оқырмандар клубы деген негізгі клубымыз болған. Бірақтан соны араға уақыттар сала отырып, әлеуметтік желілерде кітапты талдауды бүгіннен бастадық. Яғни менің бірінші видеома арқау болатын ол Ник Вуйчич деген кісінің «Жизнь без границ» кітабы. Бұл жалпы кітапқа тоқталмастан алдын мен Ник Вуйчичтің кім екенін айтып кетейін. Бұл 1982 жылы Австралияда дүниеге келген кісі. Ол дүниеге келген кезінде аяғы қолы болмаған, бірақтан ол сондай қабілетінің арқасында сондай өзіне қиыншылықты жеңе білген ең мықты кісілердің бірі деп мойындай аламын. Ник Вуйчич негізінде оратор, ең атақты ораторлардың бірі, мотиватор, бір сөзбен айтқанда, және де «Жизнь без границ» атты өзінің некоммерциялы өзінің компаниясы бар, соның директоры, және де оның өмірінде болмайды деген нәрсенің өзі мүлде болмайды. Солысымен де ол ерекшеленген кісілердің бірі. Ол осы аяғының қолдығының жоғына байланысты ол тек қана өзін стресске бой алдырғызбай, өз-өзін жеңе біліп, тіпті футболмен де, серфингпен де, жүзумен де айналыса білген. Және де ол қазіргі күнде әлемнің бүкіл мемлекеттеріне саяхат жасаған кісілердің бірі. Және де ең айтулы шара ол 2012 жылы отбасын құрады. Дәл қазір Америка құрама штаттарында өмір сүріп жатыр. Бұл Ник Вуйчич адамның өзіндегі ең басты күшін, ең басты қайратын көрсету мақсатында осы «Жизнь без границ» кітабын жазып шығарады. Бұл кітап жалпы қолыма жақында ғана тиді, бірақтан қазір оқи келе өте мағыналы, өте мотивациялық кітаптардың бірі деп айта аламын. Өйткені мотивациялық дегенде қалай? Өйткені көп кітаптарды оқысаң, тек қана бизнеске қарай кетіп қалады, ал бұда адамдағы ең басты құндылықтарды, қабілеттерді дамытуға, және де өмірден сүрінген адамдарға, яғни өмірден опық жейдім-ау деп оған бойын ұсынбай, оны қайта жеңуге көбірек күш бөлуге шақырады. Бұл кітап сол мотивациялық кітап, және де ең басында кітаптың басы былай басталады, яғни ол кітаптың басында көп авторларда да айтады, алғы сөзінде әке-шешесіне және отбасына, тіпті балаларына да Стивен Кови сияқты алғысын білдіріп жатады. Бұл кітапта да солай басталады. Басында Ник Вуйчичтің тарихы, яғни дүниеге келген кезде негізі УЗИ-де сондай аппаратына тексерген кезде ұл бала екенін алдын ала біледі. Бірақтан дүниеге келген кезінде тіпті әкесі, шешесі барлығы да шок болып, тіпті баладан бас тартуға да сондай жағдайға жетеді. Бірақтан әкесі мен анасының ақылдаса келе бұл баланы өздеріне қалдырып асырайды. Асырағаннан өздерінің балалары ғой. Сөйте отырып Ник Вуйчич өзі